Сәлем достар. Сәлем. Біздің каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін Айша, Және анасы Абдурахман бек. Және кім? Кукла. Маша. Кукла Маша. Айшаның кукла Машасы. Және пряник. Достар, біздер бүгін Инстаграмнан сұрақ жауап қойған болатынмын. Айшаға байланысты сұрақтар болса деп. Соған Айшаға 8 адам ғана сұрақ қойған. Сол сұрақтарға Айша бүгін жауап береді. Ал біз бастаймыз. Оған дейін сіздер лайк басып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Абдурахманның бетін қараңдаршы. Қатты құлап, мен жоқта. Мен больницада болып едім. Қатты құлап қалған. Ал Айман деген қыздан сұрақ болған. Мен телефонда болғасын қағазға жазып алдым да. Тыныш, Абдурахман, тыныш. Айман деген қыздың сұрағы. Айшаның толық жасы дейді. Толық жасың неше десем? 4-те. Айшаның толық жасы 4-те. Иә, 4-те. Зарема дейді. Зарема деген қыздың сұрағы. Айша санай біледі ме дейді. Санай білесің ба? Иә. Санап берші 1, 2 деп 10-ға дейін. Мама. Тоқтай тұр. Кел, маманың қасына отырам дейді. Мына жерде отырам. Мен 4 айттым деп. Сана, 10-ға дейін сана. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, әне 10-ға дейін санайды. Ағылшыншада санап білесің, 1, 2 санап бер. Иә. Сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Русқа о? Хуна. Иә, ол да санап отыр. Айша 10-ға дейін санап біледі. Ары қарай енді шайып кетеді. 16, 18, 25 деп. Садикке барам санасы ашылуда. Иә. Жаңа таза садикке барайын деп жатыр. Жаңадан ашылған. О, біздің магазин бар, Ақтау Беби деген. Сол сұрақ қойған. Айша біздің магазиннен киіне ме дейді. Сол магазиннен киінесің ба сен? Ақтау Бебиден? Иә, біз көбіне Ақтау Бебиден аламыз. Качестволары өте күшті болады киімдерінің. Турецкий фирмадан. Алдында Айша үшеуі бірдей киім киіп жүрді ғой. Спортивка бәрі сол видеоға түскенде айтты ғой, үшеуінің киімі бірдей деп. Тоже сол жерден алған болатынбыз. Сосын 4-ші сұрақ. Айша деген қыз болған. Айша деген адам болған. Айша Алматыда болды ма дейді. Айша Алматыда болған жоқ. Нағашыларына осы кезге дейін туылғалы барған жоқ. Олар келіп тұрады. Мен Айшаны апармаппын. Барсам да Абдурахманмен барам да келем. Тек біз больницаға қаралуға бардық Абдурахманмен. Сондай тез барып келеміз да. Тек Аярумен Көркем барып көрдік кішкентай кезінде. Аяру ең соңғы рет 4,5 жасында барды осы Айшадай кезінде. Көркем ол кезде 2,5 жаста ма, 2 жаста ма, сондай. В общем, бұлар Айша барған жоқ. Абдурахман, Аяру, Көркем барып көрді. Айшаны бұйырса жазда апарамыз, бәріміз барамыз. Өткенде бәріміз барамыз деп отқанбыз. Мамасы көп ауырып, бара алмай қалды. Көп ауырып жүр, мама деген. Иә, арасын. Енді Жания деген қыздан сұрақ. Оны танимыз, Аярудың подружкасы. Айша кім болғысы келеді дейді. Өскенде кім болғың келеді? Конечно, блогер. Блогер болғым келеді дейді. Конечно, блогер дейді. Алла қаласа ниетіңе жет. Бірақ сабақты да оқу керек, мамандық алу керек, Бірақ мені кітап жоқ. Жоқ, оқу керек, үлкейгенде оқу керек, жақсы оқу керек, мамандық алу керек, Енді ол кезде оған дейін өзі таңдайды ғой.
Иә. Әлі кішкентай. Так, Жаңыл, оны да танимыз ол. Иә. Так, Айшаның фобиясы дейді. Айша не заттан қатты қорқады? Не заттан қатты қорқасың сен? Неден қорқасың? Айша иттен, мысықтан, жыбырлағанның бәрінен қорқады. Айша деген фобиясы в основном ит пен мысықтан қатты қорқады. Ана алыста болса да тұрады, сол өтпей жылап. Фобиясы жыбырлаған жәндік бар ма, бәрінен қорқады негізі Айша. Сызбаймыз, столға сызбаймыз. Енді 7-ші сұрақ. Кәусар. Кәусар деген қыз болған. Ол қай Кәусар екен білмей отырмын, бірақ. Айша кіммен дос дейді? Досың кім сенің? Көркем дос. Көркем. Бұл әлі білмейді. Досы қазір көп ойнайтын Көркем ғой. Көркемді досым деп отыр. Көп ойнайсың, е? Айша тек Көркеммен жақсы ойнайсың, е? Иә. Көркем Абдурахманмен ойнап келістірмейді. 5 минут ойнайды, ары қарай төбелес. Жақсы, жамандамаймын сен. Абдурахман мықты жігіт қой, күшті, е? Красавчик. Так, Ақбота сұрақ қойған. Боташ қой. Айша Абумен төбелеседі ма дейді. Көп төбелеседі. 5 минут ойнайды, арты төбелес. Абдурахман жігіт екенін көрсетеді, ұрады Айшаны. Қазірден айтып жүрмін, қызды ұруға болмайды деп. Әлі кішкентай, сөйлеп жатырмыз. Бірақ Айшаның көп ұрады, е? Айша таяқ жеп қалады. Айша оны ұра алмайды. Кішкентай көреді Абуды, е? Сосын папа да қорқады қой, Абу айттың қорқады. Папасынан ғана қорқады Абдурахман. Мамасы енді қатты ұрыса алмайды ерке тотайға. Тек папасынан қорқады, е? Папа ұрсама саған? Иә. Ұрсама тимей Айшаға деп. Енді ұрыспаса да болмайды. Айшаны қатты тістейтін еді, қазір қойып келе жатыр. Арқасының бәрін, мына бір жерлерін бәрін көгертіп тастайды. Соңғы кездері мына жерінен тістеп жүрді, шашы, басы демейді. Енді Аллаға шүкір оны папасының ұрысқанымен қойып келе жатыр. Енді қазір жігіт қой, аяқ көтереді, жұдырығын алып жүретін болып жүр. Оны да қойдырамыз. Қазір қыз балаға қол көтеруге болмайды деп көп айтып жүрміз. Енді әлі кішкентай, бірақ қойып кетеді деген үміттеміз, е? Е? Қыздарды ұрмайсың, е? Ұрмайсың ба? Ұрмайсың ба? Жақсы, енді ұрмаймын дейді. Қыздарды ұрмайды. Өзіне үлкен қыздарын, е? Әпкелерін ұрмайды. Бізде апамыз ғой. Апасындар, е? Апаларым болмайды ұруға. Маңғыстаудың тілі, Маңғыстаудың қыздары апа деп сөйлейді. Мен әлі әпке деп сөйлейді, мамасы әлі Алматының тілімен. Мен сөйлеймін да енді. Ал балдар, тек 8 ғана сұрақ міне. 8-дің бәріне жауап беріп тастады. Бір күнде жиналған сұрақ. Енді көп адам қоймаған сұрақты. То көбісін танимыз, мына ішінде қыздарды, және өзіміздің киінетін магазиннен қойған. Сонымен достар, біздің бүгінгі видеомыз осымен аяқталады. Айшаның сұрақ жауабы сіздерге ұнады ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Біздің Айшалыққа қолдау көрсетіп, жақсы сөздер жазып кетіңіздер. Сіздерге тек Айша видео түсіріп жүр. Айару мен Көркемнің қолы тимейді сабақтан. Пока деймін. Пока дейсің ба? Иә. Пока. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Лайк басып бастар. Пока.